Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qымбатты радио тыңдаушылар. Бүгінгі жүздесуімізде мұсылман адамның өмірге деген көзқарасы жайлы қысқаша тұжырым бермекпіз. Біріншіден, әрбір адам осы дүниеде өмір сүріп, тіршілігіміздің өтпелі екендігін, мәңгі еместігін біледі. Әрбір дүниеге келген адам бұл дүниеден міндетті түрде қайтады, яғни өледі. Тіршіліктен кейін өлу бұл Алланың осы дүниеде орнатқан заңы. Дүниедегі тіршілігіміз уақытша өтпелі болғандықтан оны фәни өмір деп атайды. Араб тілінен бұл сөзді қазақ тіліне тәржімаласақ, өткінші, тұрақтылық жоқ болушы мағыналарын білдіреді. Рас, жердегі өмір азақ ғұмыр. Жер бетінде әрбір адам Алла жазған мерзімнен артық ешқашан өмір сүрмейді. Ажалы жетсе, дүниеден кетіп, қабырдағы өлілердің барзақ деп аталатын тіршілігіне ауысады. Осы дүние біз үшін сынақ. Алла тағала әр пендеге таңдау мен ерік қабілетін жаратып, бізге имандылық жолын ұстануды өсиеттеді. Осы дүниедегі имандылық пен ізгі істеріміздің нәтижесінде құдіретті Алла келесі мәңгі өмірде жұмақ не тозаққа кіргізеді. Адам бұл дүниеде Аллаға сеніп, әмірлерін орындаса, жұмаққа кіреді. Ал Аллаға сенбесе, бұйрықтарына қарсы шықса, мәңгі тозақ азабында қиналады. Егер ислам дінін қабылдамай, кәпір болып, бұл дүниеде жақсылық, ізгілік істесе де, мәңгі тозақ отында қалады. Құдіретті Алланың дінін мойындамаған адам, жақсылығының жемісін осы дүниеде көруі мүмкін, не тозақтағы азабы басқа кәпірлермен салыстырғанда белгілі бір мөлшерде азырақ болар. Бірақ та қасиетті Құранда Алла тағала бізге мына жайтты хабарлаған: адам баласы осы дүниеден Аллаға сенбей, имансыз, кәпір болып қайтса, мәңгі бақи тозақта қалады. Ал Аллаға серік, ортақ қоспаған мұсылмандардың күнәсін Алла кешірмесе, қабырда не қиямет күні белгілі бір уақытты тозақ азабында өткізгеннен кейін жұмаққа шығарылады. Бұл өмірде әрбір адам әр түрлі сынаққа тартылады. Алла тағала өз сөзінде былай деген: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Біз міндетті түрде сендерді қорқыныштан, ашаршылықтан және мал-мүліктің, жандардың, жемістердің кемуінен сынаққа тартамыз және сабыр етушілерді сүйіншіле. Бақара сүресі 155 аят. Бұл аяттың мағынасын тафсирмен аша түсейік. Алла тағала Құранда хабарлағандай адамдарды қорқынышпен сынайды, яғни адамға белгілі бір жауларын, қарсыластарын істеп қояды. Адам олардың зұлымдықтарынан қорқады. Ашаршылық та құдіреттің сынағы. Кейде бір елді құрғақшылық, апаттың басқа түрлері алып, адам аштыққа душар болады. Сонымен қатар мал-мүліктің кемуіне апаратын көптеген салдар бар. Мысалы, сауданың жүрмеуі, не мал-мүлікті біреулер ұрлап, алдап, зұлымдықпен алып кетуі, не болмаса үй өртеніп мал-мүліктің кемуіне апарады. Бұл да құдіреттің сынағы. Жандардың кемуі дегеніміз белгілі себептермен ауру, соғыс, ажалдың жетуімен жақындардың, сүйікті достардың дүниеден қайтулары. Жемістердің ауа райының ыстығынан, суығынан, не басқа себептерден кеміп азаюда құдіретті Алланың сынағы болмақ. Осының бәрі де ұлық Алланың тарапынан болғандығын түсініп, осындай қиын қыстауда өзін күнәдан ұстап қалған, өзінің ашуын басқан адам сабырлардың қатарына қосылады. Және сабырларға Алла тағала сабырлықтары үшін екі дүниенің жақсылығымен сүйіншілеген. Бұл дүниеде ең қымбатты, алтынға теңелмейтін жан тыныштығына ие болады. Ал мәңгі өмірде сабыр еткендері үшін зор сауап алады. Рас, адамның ішкі имандылық сезімін тілмен жеткізу мүмкін емес. Кезінде мұсылманның бірі кеудедегі имандылық сезімінің баға жетпес сый екендігі жайлы келесі мазмұнға жақын сөз айтқан болатын. Егер де патшалар
біздің кеудеміздегі байлықты көріп, оны ала алатын болғанда, соны алу үшін қылыштарын алып шайқасар еді. Иә мұсылман жамағаты, бұл дүниеге алданып, оның сынақ екендігін ұмытпаңдар. Жер бетінде патша, не қызметші болсаңдар да, кедей, не бай болсаңдар да қабырға көміліп, қиямет күні қайта тіріліп, Алланың сұрағына тартыласыңдар. Сондықтан, бұл дүниедегі Алланың берген несібесін дұрыс жолға жұмсаңыздар. Адам баласы бұл дүниеден қайтса, қабырдағы барзақ өміріне көшеді. Қабырдағы барзақ өмірі дүниедегі өмірден өзгеше. Сол себептен тірі адамдар қабырдағы адамдардың азаптары мен нығметке бөлінулерін сезінбейді. Адамдар өлгеннен кейін барзақ тіршілігінде болатындығына сенуіміз парыз болып табылады. Бұл жайында алдыңғы хабарларда толық айтқан болатынбыз. Бүкіл адамдар өлгеннен кейін барзақ өмірінде қиямет күні басталғанға дейін болады. Араб тілінен қиямет сөзін қазақ тіліне аударатын болсақ, тұру, көтерілу мағынасын білдіреді. Бұл күннің қиямет деп аталуы, сол күні жердегі барша адамдардың қайта денелерімен жер бетіне қайта тіріліп көтерілуінен болған. Бұл күннің дәл қай заманда болатынын тек құдіретті Алла тағала ғана біледі. Кейбірде біздер бұл күнді ақыр заман, немесе соңғы күн деп те атаймыз. Өйткені қиямет күні жер бетіндегі соңғы күн. Ақыр заман келген кезде жер бетіндегі барша тіршілік жойылады, өледі. Содан соң күш иесі Алла тағала жер бетіндегі болған бүкіл өткен тіршіліктерді, соның ішінде адамзат пен жындарды жер бетіне қайта тірілтіп шығарады. Сонау бірінші адам атамыз бен Хауа анамыздан бастап, ақыр заманды көзімен көрген адамдардың бәрін Алла тағала денелермен қайтып тірілтеді. Бұл күнді сонымен қатар жазаға тарту күні деп те атайды. Өйткені әрбір адам жеке өзі Алланың алдында есепке тартылады. Қысқа дүниедегі өмірінің жақсы істері көп болса, мәңгі жұмаққа кіреді. Дүниеде имансыз болып өтсе, мәңгі тозаққа лақтырылады. Иншалла, қиямет күннің қалай басталатыны жайлы, сол күнде адамдар хал жағдайлары жайлы, сұраққа тарту қалай болатыны жайлы, жұмақ пен тозақ жайлы, оған адамдар қалай кіретіндіктері жайлы келесі хабарларымызда жете тоқталып түсіндіріп баяндаймыз. Ал енді хабарымыздың соңында ұлық Алла тағаладан халқымызға, патшамызға иман мен тақуалық, елімізге тыныштық пен береке, істерімізде сәттілік пен табыс сыйлауын, қиямет күні жүздерімізді нұрға бөлеп, мәңгі жұмақ бақтарына кіргізуін сұраймыз. Әмин. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті радио тыңдаушылар, өткен жұмада мұсылман адамның иман шарттарына кіретін қиямет күні тақырыбын әңгімелеуді бастағанбыз. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам жер бетіндегі ақырғы пайғамбар екендігі бәрімізге де белгілі жайт. Ақырғы пайғамбардың келуі ақыр заманның келіп қалғандығын білдіреді. Ал ақыр заманның жақындауы қиямет күннің жақындап қалғандығын білдіреді. Өйткені ақыр заман мен қиямет күні екеуі де бір нәрсені меңзейді. Себебі ақыр заман сөзі
жер бетіндегі соңғы уақыт деген мағынаны білдіреді. Ал қиямет күні, есепке тартылу күні, жер бетіндегі соңғы күн. Бұл күннен кейін адамдар мәңгі, нығметтері бітпейтін жұмаққа кіреді, немесе лапылдаған, азаптап қинайтын тозақ отына отын болып тасталады. Қиямет күні қалай және неліктен басталады деген сұраққа қасиетті ислам дінімізде не айтылған, соған көңіл бөліп тыңдайық. Ақыр заман Алла тағаланың қалауымен болады, және құдіретті Алла оның уақытын өзі белгілеп қойған. Жаратылыстарынан оның қашан болатынын ешкім білмейді. Ақыр заманның уақыты келген кезде Алла тағала Исрафил періштеге дыбыс шығаратын мүйізге үрлеуді әмір етеді. Араб тілінде бұл дыбыс шығаратын мүйізді сұр деп атайды. Исрафил періште бұл сұрға үрлеген кезде сұрдан дыбыс шығады. Бұл дыбыс бірте-бірте үлкейеді. Әрі бұл дыбыстың әсерінен жердегі бүкіл тіршілік естерінен танып құлап өледі. Сонымен қатар бүкіл аспан денелері де шайқалып, жер сілкінеді, жұлдыздар соғылып құлайды. Аспан бұл тербелістен быт-шыты шығып, қып-қызыл шоқ сияқты болады. Бұл ұлық, жан түршігерлік күн жайлы қасиетті Құранның көптеген аяттарында айтылған. Мысалы, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Сұр үрленген кезде аспандардағы мен жердегілер талып өледі, тек Алланың қалағанынан басқа. Зумур сүресі 68 аят. Тағы бір аятта Алла тағала былай деген: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Сұрға бір ғана үрленген сәтте, және жер мен таулар көтеріліп, бір соғылып талқандалған сәтте, сол күні қиямет уақиғасы келеді. Аспан жарылады, сол күні ол босаңдайды. Хаққа сүресі 13-16 аяттар. Тағы бір аятта: فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Аспан жарылып, еріген майдай қызыл раушан гүліндей болады. Рахман сүресі 37 аят. إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ. Аспан жарылған сәтте, жұлдыздар шашырап төгілген сәтте. Инфитар сүресі 1-2 аяттар. Бұл тербелістер мен апат Исрафил періштенің сұрға үрлеген дыбысынан болады. Ал бұндай нәтиже сұрдан шығатын дыбыстың зор, қатты екендігін дәлелдейді. Сұрға үрлеу 2 рет болады. Бірінші үрлеу барша нәрселердің қирауына апарады. Екінші рет сұрға үрлеген кезде қайта тірілу орнайды. Біріншісіне байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қиямет қалай басталатыны жайлы айта келе былай деген: содан соң сұр үрленеді. Кім-кім оны естісе, міндетті түрде мойнын бұрып және бетін көтеріп құлақ салар. Оны бірінші боп түйелерінің суғарымын лаймен сылап жатқан ер кісі естиді. Пайғамбар сөзін жалғастырып, ол адам талып өледі, және адамдар да талып өледі. Хадисті Муслим жеткізген. Тағы бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтқан: сағат, яғни қиямет күні, бір ер адам түйені сауып жатқанда басталады. Ол адам ыдысты аузына апарып жатқанда қиямет басталады. Және екі адам киім-кешекті бір-бірінен сатып алып жатқанда, олар саудасын бітірмей жатып қиямет басталады. Хадисті Аль-Бухари мен Муслим жеткізген. Міне, осылайша қиямет күні келеді. Исрафил періште сұрға үрлеген кезде жер бетіндегі тіршіліктің бәрі қырылады. Қазіргі кезде кейбір адамдар ақыр заман ядролық бомбадан немесе ауа райының нашарлауынан, ауру салдарынан болады деген болжамдар айтады. Бұл нәрселер адам баласына зияндығын тигізуі мүмкін, бірақ та ешқашан ақыр заман олардың әсерінен болмайды.
Сонымен қатар, адасқан діндердің өкілдері ақыр заманды белгілі бір жылға болжайды. Бұған байланысты олардікі де өтірік әрі жалған. Ақыр заманның дәл уақытын тек құдіретті Алла тағала біледі. Бізге пайғамбарымыздан жеткен хадистерде қияметтің жұма күні болатындығы жайлы айтылған. Бұл туралы келесі хадисте баяндалған. Сендердің ең абзал күндерің жұма. Бұл күні адам ата жаратылған және жанын тапсырған, әрі талып өлу, яғни қиямет күні осы күні болмақ. Хадисті Абу Дауд жеткізген. Бірінші рет сұрға үрленгенге дейін көптеген кішкентай үлкен белгілер өтуі керек. Ақыр заманның кіші белгілері соңғы пайғамбардың келуінен бастап қазіргі күнге дейін іс жүзінде өтіп жатыр. Ал үлкен белгілердің әлі бірде біреу басталмады. Бірақ та ешкім осы өмірде жай барақаттылық танытпағаны жөн. Өйткені адам дүниеден қайтса, оған жер бетінде не болып, не қойғандығының маңыздылығы болмайды. Жер қойнауына қойылған адам өз қабірында екінші сұр үрлеуіне дейін болады. Исрафил періште Алланың әмірімен екінші рет сұрға үрлеген кезде бүкіл жер бетін мекендеген тіршілік, адамзат пен жындар, жануарлар қайта тіріліп жер бетіне шығады. Екінші рет сұр қалай үрленеді, адамдар жерден қалайша тіріліп шығады деген тақырыпты келесі жұмада жете түсіндіріп айтамыз. Я мұсылман жамағаты, сіздер бұл қиын күнге дайынсыздар ма? Алланың алдында қандай істеріңізді әзірлеп қойдыңыздар? Қабырға түспей жатып, сол күнге дайын болыңыздар. Себебі екінші рет Алла тағала дүниеге қайтып келуге мұрса бермейді. Ал енді хабарымыздың соңында ұлық Алла тағаладан халқымызға, патшамызға иман мен тақуалық, елімізге тыныштық пен береке, істерімізде сәттілік пен табыс сыйлауын, қиямет күні жүздерімізді нұрға бөліп, мәңгі жұмақ бақтарына кіргізуін сұраймыз. Әмин. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Қымбатты радио тыңдаушылар, өткен жұмада ақыр заман немесе қиямет күні Исрафил періштенің сұрға үрлеуінен басталатынын айтқанбыз. Кейбір мұсылман ғұламалары сұрға үрлеу 3 мәрте болатындығы жайлы айтқан. Бірінші рет үрлеген кезде барша тіршілік шошынып, оларды үрей алады. Ал екінші рет үрлегенде Алланың қалауынан басқаның бәрі де бір сәтте мерт болады. Ал үшінші мәрте Исрафил періште сұр мүйізіне үрлегенде жер бетіндегі барша тіршілік қайта тіріледі. Имансыз адамдар әрдайым Алланың құдірет күшіне күдік келтіреді, және Алла тағала бүкіл адамдарды денелерімен қайта тірілте алатынына сенбейді. Алла тағала бізді кішкентай, болмашы ұрық тамшысынан ананың құрсағында дене құрылысымызды қалыптастырып, құрсақтағы өлі денеге жан бітіргендігін ұмытады. Сондықтан да құдіретті иеміз Алла тағала көптеген аяттарда қиямет күні өлілерді денелермен қайта тірілтіп, оларды дүниедегі істеген істері үшін сұрайтынын хабарлаған. Мысалы,
يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. يا адамдар, егер қайта тірілуге күдіктенсеңдер, әрине біз сендерді топырақтан, яғни бірінші адам атамызды, содан соң жыныстық тамшыдан, содан соң ұйыған қаннан, содан соң бейне берілген және бейне берілмеген кесек еттен жаратқанбыз, сендерге анық ету үшін. Әрі жатырларда нені қаласақ, соны белгілі мерзімге дейін бекітіп тұрамыз. Содан соң сендерді сәби етіп шығарамыз. Кейін ер жетулерің үшін. Сендерден біреулерің қайтыс боласыңдар. Сендердің кейбірің ғұмырының ең нашарына қайтарылады. Білгеннен кейін түк білмеу үшін. Яғни кейбір адамдарды Алла Тағала ғұмырын қартайған қалпына жеткенге дейін береді. Алтын қартайған адам алжып, ақыл есі кемейді, әрі білгенін білмей қалады. Хаж сүресі 5-ші аят. Тағы бір аятта: «Әләм якун нутфатан мин мани юмна, ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى». Ол адам тамызылып тұрған бір тамшы шәуһет болмап па еді? Содан соң ол ұйыған қан болмап па еді? Сонда оны Алла жаратып бейнеледі, және содан, яғни сол тамшыдан ол еркек пен ұрғашы жұптарын істеді. Соның өлілерді тірілтуге шарқы жетпей ме екен? Қиямет сүресі 37-ші аят. Рас, адамды ұрық суынан жаратқан құдіретті Алла бәріне күш құдіреті жетеді. Адам баласы ананың құрсағында қалайша дамитыны жайлы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 1400 жыл бұрын Алладан уахи аян алып, осы жайтты бізге баяндап жеткізген. Сол хадиске көңілімізді бөліп мұқият тыңдайық. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бұлай деген: расында әрбіреуіңнің жаратылысың ананың құрсағында 40 күн бойы тамшы күйінде құралады. Сондай уақытта ұйыған қан болады. Содан кейін сондай уақыттың ішінде кесек ет болады. Содан соң оған, яғни құрсақтағы балаға періште жіберіледі. Ол оның ішіне рухты үрлейді. Яғни осы мезеттен бастап балаға жан бітеді. Хадисті Аль-Бухари жеткізген. Бұл аяттар мен хадистен кейін адам баласы қалайша құдірет иесі Алла Тағаланың адамдарды қиямет күні тірілтетініне сенбейді. Бізді бірінші рет болмашы ұрық тамшысынан жаратқан Алла қиямет күні қабырда жатқан өлілерді, мейлі олар шіріп кетсін, не олардың денелері жағылып күл болса да, оларды қайта тірілтеді. Бұл ұлық күн жайлы қасиетті Құранда былай делінген: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Содан соң тағы бір мәрте үріледі, міне олар тұрған бойда қарап қалады. Зумр сүресі 68-ші аят. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. Surға үрлеген сәтте, міне олар қабырларынан Тәңіріне асығып шығуда. Олар: бізге қандай өкініш, бізді жатқан жерімізден кім тірілтті екен? Ясин сүресі 51-52 аяттар. خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. Олардың көздері бой сұнған, қабырларынан олар шашыраған, бытыраған шегірткелер секілді шығады. Қамар сүресі 7-ші аят.
қайта тірілу қалай болатыны жайлы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бұлай деп айтқан: екі сұр үрлеудің арасы 40. Кейбір мұсылман ғұламалары бұны екі сұр үрлеудің аралығы 40 жыл деп түсіндірген. Содан соң Алла аспаннан жаңбыр жаудыртады. Сол кезде олар, яғни бүкіл тіршілік, көк өніс өсіп шыққандай өсіп шығады. Адам бойында бір ғана шірімейтін нәрсе бар, ол бір ғана сүйек, ол құйрықтың соңғы бөлігі, яғни құйыршық. Жаратылыстар қиямет күні сол нәрседен құрастырылады. Хадисті Муслим жеткізген. Осылайша жерді мекендеген бүкіл адамзат Алланың әмірімен түскен жаңбырдан кейін көк өністерге ұқсап кішкентай сүйектен денелері құралып жер бетіне шығады. Адамдар жер бетіне тіріліп шыққан кезде бастапқы уақытта жалаңаш болады, содан соң киінеді. Қиямет күні ер адамдар мен әйел адамдар жалаң аяқ, жалаңаш, сүндеттелмеген күйінде бір-біріне алаңдамайды, жаман, ұятсыздық ойына шомымайды. Өйткені әр адам сол күні өзінің қара басын ойлайды, тағдыры немен бітетінін ойлап, үрей қорқынышта болады. Себебі сол күн дүниедегі істеген істері үшін есепке тартылу күні. Бұл жайлы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұлай деген: қиямет күні адамдар жалаң аяқ, жалаңаш, сүндеттелмеген болып жиналады. Сонда Айша анамыз таң қалып бұлай деп сұрақ қойған: «Я Алланың елшісі, барлық әйелдер мен еркектер бір-біріне қарай ма?» Пайғамбар: «Я Айша, жағдай олардың бір-біріне қарауынан әлде қайда сұрапыл» деген екен. Хадисті Муслим мен Аль-Бухари жеткізген. Иншалла, келесі жұмада қиямет күні адамдардың жағдайлары мен болатын оқиғалары жайлы сөзімізді жалғастырамыз. Ал енді хабарымыздың соңында ұлық Алла тағаладан халқымызға, патшамызға иман мен тақуалық, елімізге тыныштық пен береке, істерімізде сәттілік пен табыс сыйлауын, жаман адасу жолдан, қабір азабынан, қиямет күні тозақ отынан сақтап қалуын жалбарына сұраймыз. Әрі қиямет күні бәріміздің жүздерімізді нұрға бөліп, мәңгі жұмақ бақтарына кіргізуін сұраймыз. Әмин. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا رزقنا ما له من نفاد بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadrmenді радио тыңдаушылар. Өткен хабарымызда қиямет күні бүкіл тіршіліктің жер бетіне қайта денелермен тіріліп шығатынын айтқанбыз. Қиямет күні адамзат жындармен қоса барлық жануарлар мен құстар да тіріліп шығады. Қиямет күнінің қандай қорқынышты, астан кестен күн екендігін ақылмен елестету өте қиын. Құдіретті Алла тағала жер бетін тегіс етіп өзгеше сипатта жаратады. Бұл жайлы пайғамбарымыздың келесі хадисінде айтылған: қиямет күні адамзат бірде біреудің ізі жоқ, ақ қызарыңқы, таза, домалақ нан сияқты жердің бетіне жиналады. Хадисті Муслим жеткізген. Қиямет күні құдіретті Алланың тағын 8 періште көтеріп, ұлық Алла тағала адамдар мен жындарды есепке тартуға келеді. Тақты көтеріп тұрған періштелердің қаншалықты ірі әрі үлкен екендігін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келесі сөздермен сипаттаған: тақты таситын періштенің құлағының ұшы мен иығының аралығын қос 700 жыл қанат қағып ұшады. Хадисті Абу Дауд жеткізген. Бұл жайында қасиетті Құранда бұлай айтылған: وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ Тәңіріңнің тағын
өздерінің үстерінде сол күні 8-і әкеледі. Хаққа сүресі 17-ші аят. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Сенің тәңірің, ал періштелер қатар-қатар болып келеді. Фаджр сүресі 22-ші аят. Қайта тірілу күні адамзат пен жындар дүниеде істеген істері үшін сұралады. Ал жануарлар мен құстар дүниеде бір-біріне істеген зұлымдықтарын қайтарғаннан кейін Алла тағала оларды, яғни құстар мен жануарларды жерге айналдырады. Құстар мен жануарлардың топырақ болып кеткен көрген кәпір адамдарда тозақтың азабынан қорыққандарынан топырақ болуды қалайды. Нәбә сүресінің وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Кәпір, мен де топырақ боп кетсем ғой дер деген соңғы аятын сахаба Абу Хурайра былай түсіндірген. Қиямет күні Алла барша жаратылысты, мал, жануарларды, құстарды жинайды. Алланың азабынан мүйізсіз малға мүйіздіден тегі қайтарылады. Содан соң Алла тағала оларға, яғни құс жануарларға топырақ болыңдар деп айтады. Сол кезде кәпір адам, мен де топырақ боп кетсем ғой дер. Бұл сөздерді Әл-Байхақи мен Ибн Абу Хатим жеткізген. Қиямет күні қайта тірілуге сенбейтін адам имансыз кәпірге айналады. Және менің денем жерде шіріп кетсе, мені Алла тағала қалай тірілте алады деп күдіктену Алланың күш құдіретін бағаламауды білдіреді. Әрқайсымыз бізді қоршап тұрған әлемге қарасақ, шексіз Алланың құдіретін, күш иесі екендігін байқаймыз. Ол 7 қат аспанды жаратқан, оның ішіндегі сансыз алып жұлдыздарды, жер бетіндегі таулар мен тіршілікті жаратқан. Сондықтан бізді жердің қойнауынан қайта тірілту оған ештеңкеге тұрмайды. Келі Құранның мына аяттарына зейін қояйық. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Өйткені Алла ол хақ, және ол өлілерді тірілтеді, және ол әр нәрсеге құдіретті. Әлбетте қиямет келеді, онда күдік жоқ. Әлбетте Алла қабырдағыларды қайта тірілтеді. Хадж сүресі 6-шы аят. Имансыз кәпір адамдар ғана қайта тірілуге сенбейді. Бұл жайында Құранда былай делінген. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَأَبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ. Кәпір болғандар, біз және әкелеріміз топырақ болсақ, біз міндетті түрде шығарыламыз ба, деді. Нәмл сүресі 67-ші аят. Пайғамбарымыз да, саллаллаху алейхи уассалам, қайта тірілу күніне күмәнсіз сену керектігін жиі айтып, оның көріністері жайлы егжей-тегжейлі баяндап кеткен. Бір хадис сөзінде Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай деген. Алла тағала былай деп айтқан. Адам баласы мені мойындамады, бірақ бұлай етпеу керек еді. Әрі маған тіл тигізді, өйтіп те істемеу керек еді. Адам баласының мені мойындамауы оның мен оны болған қалпына қайтадан қайтаруға шамам жетпейді деп шешуі, ал маған тіл тигізуі оның менде бала бар деп айтуы жатады. Ал мен ұрғашы жолдас не бала алудан пәкпін. Хадисті Әл-Бухари жеткізген. Адамдар қиямет күні қайта тірілген кезде жағдайлары әртүрлі болады. Сол күні күн жерге қатты жақындайды. Адамдар күнәсінің нәтижесінде денелерінен терілері ағып қиналады. Әрі сол күні иманды адамдардың жүздері нұрлы болып, жарық шығарып тұрады. Ал имансыз, кәпір адамдардың жүздері нұрсыз, қараңғы болмақ. Осыған байланысты пайғамбарымыздың келесі хадисін келтірейік. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам былай деген. Расында, менің үмметім қиямет күні намаз дәреттің әсерінен жүздері, аяқтары ақ болып келеді. Хадисті Әл-Бухари мен Муслим жеткізген.
Муслим жеткізген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қиямет күні өз үмметін, яғни мұсылмандарды дәреттің әсерінен қалған нұрдан танитынын айтқан. Сол күні адамдар жердің бетіне шыққан кезде біреудің бет жүзі ақ нұрлы, біреудің жүзі қара нұрсыз болады. Иншалла, келесі жұмада қиямет күні пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның шапағат етуге қалайша бөленетіні жайлы сөзімізді жалғастырамыз. Ал енді хабарымыздың соңында ұлық Алла тағаладан халқымызға, патшамызға иман мен тақуалық, елімізге тыныштық пен береке, істерімізде сәттілік пен табыс сыйлауын, жаман адасу жолдан, қабір азабынан, қиямет күні тозақ отынан сақтап қалуын жалбарына сұраймыз. Әрі, қиямет күні бәріміздің жүздерімізді нұрға бөлеп, мәңгі жұмақ бақтарына кіргізуін сұраймыз. Әмин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхан насу аттақу раббакум аллази халақакум мин нафсин вахидатин وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қымбатты радио тыңдаушылар. Бүгінгі хабарымызда біз адамзаттың ең абзалы, Алланың ең сүйікті құлы пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи ва салламның қиямет күні шапағат етуге қалай ие болатыны жайлы сөз қозғамақшымыз. Ең алдымен шапағат сөзінің мән мағынасын айқындайық. Араб тіліндегі шафаа сөзі, яғни шапағат сөзі қазақ тілінде жақтасу, болысу, қосарлану мағынасын білдіреді. Бұл өмірде бір адам өз құқығын қорғамақшы болса, не зұлымдығын қайтару үшін, не бір жұмысқа тұрмақшы болса, көбінесе жақтасатын адамды іздейді. Жақтасатын адаммен бірге қосарланады. Осы себептен де араб тіліндегі шапағат сөзі жақтасу, болысу, қосарлану мағыналарын білдіреді. Жақтасатын адам билік үстіндегі адаммен өз жақынның арасында дәнекер болып, қажетті нәрсенің берілуін тездетеді, немесе жіберген қателіктері үшін жаза қолданбауды сұрайды. Күнделікті өмірде бір адам басқа адам үшін бастықтың алдында, шешім қабылдайтын адамның алдында жақтаса алады. Бірақ жақтасатын болса, тек Алла рұқсат еткен нәрседе жақтасуына болады. Егер бір адам туыс, жақын болса да, күнәлі істе жақтасуды талап етсе, оның өтінішін орындауға болмайды. Мысалы, кейбір адамдар біле тұра қылмыс жасайды, ал жауапкершілікке тартылса, жақтасатын адамды іздестіріп, сазайын тартудан таяды. Бұл жағдайда қылмыскер мен жақтасқан адам екеуі де Алланың алдында күнәһар болып табылады. Ал әділдік пен шындықта жақтасқан адам зор сауапқа ие болады. Мысалы, жақтасатын адам біреудің аяқ астына тапталған құқығын қайтаруға көмектессе, не зұлымдықтан қорғап пана берсе, не біреудің жұмысының алға басуына себепкер болса, ізгілік істеген болады. Дүниедегі шапағат жақтасуға байланысты қасиетті Құранда былай делінген: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. Кімде-кім жақсы жақтасумен болысса, оған содан үлесі бар. Ал кімде-кім жаман жақтасумен болысса, оған содан үлесі бар. Ниса сүресі 85 аят. Алдыңғы айтқан сөздеріміз адамдардың өзара қарым-қатынастарына байланысты болатын жақтасу. Енді құдіретті жаратушы Алла тағаланың алдында жақтасу қалай болатын жайлы түсіндіруді жөн көрдік. Алла тағала адамдар сияқты кемшілік сипаттарына, бейқамдылық сипаттарына ие емес. Құдіретті Алла
барша жаратылысты бақылап көріп тұрады, олардың хал жағдайларын толық біледі. Сондықтан да бұл өмірде кез келген адамның сұрауын ортақсыз естиді. Бұл өмірде Алланың алдында ешкім бір адамды ортақ, дәнекер, жақтасушы етіп алуына болмайды. Мысалы, кейбір адамдар бұлай дейді: мен тілегімді, сұрауымды бір құрметті кісіге тапсырдым, ол соны құдіретті Аллаға жеткізеді. Немесе Алла тек белгілі бір кісілер арқылы дұғаларды, тілектерді қабыл етеді, сол кісілерді ортақ қылу керек деушілердің бәрі тура жолдан адасқандар. Не кейбір бауырларымыз өлген қайырлы адамдар арқылы Аллаға жалбарынады. Мысалы, сондай адамдар: біз Райымбек, Арыстанбап бабаларымызға тілектерімізді айтамыз, ал олар болса дұғаларымызды Аллаға жеткізеді. Қабырдағы жатқан адамдар таза, қасиетті адамдар деп көп құдайшылдар сияқты күнәға батады. Өйткені діннен безген христиандар күнә істесе, шіркеу қызметкеріне барып, соның дұғасы арқылы тазаланады. Немесе олардың жалған, өтірік тұжырымдары бойынша Алла күнәні Иса пайғамбар арқылы кешіреді, тілекті де Иса арқылы береді дегенге сенеді. Ислам діні араб жарты аралына келмей тұрғанда, арабтар тас пұттар арқылы Аллаға жақындай түсеміз деп пұттарға сыйынатын. Қазіргі кездегі надан адамдардың аруаққа жалбарынулары, өлген адамның қабырына барып, сол жерде дұғалар қабыл болады деп ойлауы, пұтқа, көп құдайға табынатындардың сенімдеріне тупа-тура сай келеді. Өзін мұсылманмын деп, қалайша ол Алла мен өзінің арасына ортақ қосады. Ал ислам дінінде ең үлкен күнә Аллаға серік, ортақ қосу. Өйткені құдіретті Алла ешкімнің көмегіне, ортақтығына мұқтаж емес. Өкінішке орай, кейбір ислам дінінен қатты алыстаған сопылық, шииттік топтар Аллаға өздерінің қадірменді адамдарын ортақ дәнекер етіп алады. Алла Тағала қасиетті сөзінде дұғамен тікелей, ортақ қоспай өзіне жалбарыну керектігін келесі аятта айтқан: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Сендердің Тәңірің, маған дұғамен жалбарыныңдар, мен сендерге жауап беремін, яғни дұғаларыңды қабыл етемін, деді. Ғафир сүресі 60 аят. Әрбір мұсылман адам өз мұсылман бауырларына Алладан жақсылық, береке, сәттілік тілеуге рұқсат етілген. Мұсылман адамдар әрдайым бір-біріне ағайындық сезімде болуы міндетті. Сондықтан бірі қиындыққа ұшыраса, немесе бір нәрсеге мұқтаж болса, басқа мұсылмандар да дұғалары кезінде оларды тілге алып, Алладан оларға жақсылық тілейді. Иманды адамдардың бұл сипаты жайлы Құранның киелі аяттарында бұлай деп айтылған: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Сондай, олардан кейін келгендер: Тәңіріміз, бізді және имандылығынан біздің алдымызда болған бауырларымызды кешіре көр, және біздің жүрегімізде иман келтіргендерге өшпенділік етпе. Біздің Тәңіріміз расында сен мейірбан, рақымдысың деп айтады. Хашр сүресі 10 аят. Енді қиямет күнгі жақтасу шабағаттың тұжырымын және ережелеріне тоқталайық. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өзінің қиямет күні мұсылман үмметі үшін шапағатшы болатыны жайлы Алладан уахи алып бізге хабарлаған. Қиямет күні пайғамбарымыз үмметі, яғни мұсылман қауымы жіберген қате күнәлі істері үшін азаптамауын, тозақ отына түскендері үшін құдіретті Алланың кешірім етуін сұрайды. Жүздесуіміздің уақыты аяқталып қалғандығынан қиямет күні шапағат жақтасу жайлы жеткен хадистерді келесі жұмаға қалдырамыз. Ал енді хабарымыздың соңында ұлық Алла Тағаладан халқымызға, патшамызға иман мен тақуалық, елімізге тыныштық пен береке, істерімізде сәттілік пен табыс сыйлауын, жаман адасу жолдан,
Қабір азабынан, қиямет күні тозақ отынан сақтап қалуын жалбарына сұраймыз. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Өткен жұмада шапағат сөзінің мән мағынасын айқындаған болатынбыз. Шапағат сөзі қазақ тілінде жақтасу, болысу, қосарлану мағыналарын білдіреді. Ал енді бүкіл адамзат қайта тірілетін күні бір-біріне қалай жақтасады деген тақырыпты қозғайық. Бұл сұраққа жауапты қасиетті Құран мен пайғамбарымыздың сүннетінен таба аламыз. Қиямет күні жақтасу тек Алланың рұқсатымен ғана болады. Қиямет күні жақтасу жақтасушының тарапынан өтініш қалпында өтеді. Ешбір адам Алла тағаланың алдында рұқсат алмай, өздігінен өзі басқа бір адам үшін өтінішпен болса алмайды. Ал өз пендесін азаптау, не жарылқау Алланың қолында. Яғни жақтасқан адамның сұрауын, өтінішін қабылдау, не қабылдамауды құдіретті Алланың өзі шешеді. Қиямет күні шапағат етіп жақтасатын кейбір пайғамбарлар болады. Олардың ішінде өз мұсылман үмметі үшін шапағат етіп болысатын пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бар. Пайғамбарымыздың мұсылман қауымы үшін өтініш сұрауын шафаатул кубра, ең үлкен шафағат деп атайды. Есепке тартылу күні сонымен қатар періштелер де өтініштерімен Аллаға жалбарынады. Алланың жолында өмірін қиған шахидтер, адамдарды дұрыс жолға шақырған ғұламаларға шапағат етулеріне мұрса беріледі. Шапағат етіп, жақтасып болысу тек Алланың рұқсатынан соң басталады. Рұқсат берілмейінше ешкімге де сөз берілмейді. Шапағатқа байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның айтқан сөздеріне көңіл бөлейік. Шахид өз үйінің туыстарынан 70 адамға шапағат етеді. Хадисті Абу Дауд жеткізген. Тағы бір сөзінде былай деген: қиямет күні 3 пайғамбар шапағат жасайды. Содан кейін ғұламалар, содан кейін шахидтер. Хадисті Ибн Мәжі жеткізген. Қасиетті Құранды оқу, оның мағынасын түсіну, арабша білмесе қазақша аудармасын оқу зор сауапты істерге жатады. Әрі бұл киелі кітап оны оқыған адамдар үшін кешірім сұрап жақтасады. Бұл жайында пайғамбарымыз былай деген: Құранды оқыңдар, рас ол қиямет күні өз иелері үшін шапағатшы болып келеді. Хадисті Муслим жеткізген. Кейбір надан сопылар, адасқан адамдар: мен қиямет күні шапағат етемін, жақтасып құтқарам, сират көпірінде қол созып өткізіп жіберемін деген жалған сөздерді жиі айтады. Діннен бейхабар кейбір бауырларымыз: қолымды пірге тапсырдым, ол маған қиямет күні шапағат жасайды, мен үшін болсады деп жалған, сағым уәделерге сенеді. Біріншіден, пірге қол тапсыру, тариқатты ұстану, исламнан алыстаған, адасқан сопылық, суфизм жолы. Ал бұл адасқан жолды үйрететін мұғалім, тақсыр, қиямет күні артынан ергендерді адастырғаны үшін жауапқа тартылады. Ешбір адам өзін құтқара алмайтын сол қиын күнде басқа біреудің қамын ойламайды да. Біз, құрметті жамағат, пайғамбарымыз өсиеттеген Құран мен оның сүннетін мықты ұстауымыз қажет. Сондықтан ешбір адам, ғұлама болсын, шахид болсын, тірі кезінде шапағатқа ие бола алмайтынын білмейді. Өйткені пайғамбарлардан кейін ешбір адам Алладан уахи аян алмайды. Ал ғайыпты, келешекте болатын нәрселерді тек құдіретті Алла ғана біледі. Адам шынайы тақуа болса, Алладан қорқатын болса, ешқашан дандайсып, өзін көтермелемейді. Адамдардың мақтауларынан қашады.
әр істеген жақсы ісін құдіретті Алла қабыл етті ме, әлде қабыл етпеді ме деген сезіммен толқып, қобалжып тұрады. Міне, бұндай адамдар қиямет күнін еске түсірсе, оның үрейі мен қорқынышынан көздеріне жас келеді. Ал өз-өзіне риза болған, өзін пір, пәкпін, әулиемін деп жүрген адамдар сөзсіз шайтанның жолына ілескендер. Енді қиямет күнгі шапағаттың іске асу шарттарына тоқталып кетейік. Ол 3 ереже шарттан құралады. Осы шарттар толық орындалмайынша шапағаттың келтірер пайдасы болмайды. Сондықтан да әрбір мұсылман адам бұл 3 шартты білуі міндетті. Бірінші шарт: шапағат ететіндер Алланың рұқсатымен ғана болсады. Ешкім Алланың қалауынсыз және рұқсатынсыз ештеңе өздігінен істей алмайды. Алла Тағала өз сөзінде былай деген: «Мән зәлләзи яшфа индаху илля биизних». Оның алдында кім шапағат етер? Бұл тек оның рұқсатымен ғана болады. Бақара сүресі 255 аят. Екінші шарт: шапағатшылар, яғни жақтасатындар тек Алла риза болған адам үшін жақтасады. Бұл шарт келесі аяттан туындаған: «Вала яшфауна илля лиман иртада». Олар тек Алла разы болғанға ғана шапағат етеді. Әнбия сүресі 28 аят. Ал құдіретті Алла Құранда тек ислам дінін ұстанатын адамдарға риза екендігін хабарлаған. Сондықтан кәпір адамдар үшін ешкімде жақтаспайды. Кәпір адам деп исламнан басқа дінді ұстанатындарды және еш нәрсеге сенбейтіндерді жатқызады. Олар мәңгі тозақта қалады. Үшінші шарт: серік қосудан аман болу. Өйткені Алладан басқа біреуге сыйынған адам көп құдайшылдардың қатарына қосылып кетеді. Ал Аллаға серік қосып, тәубесіне келмегендерді Алла Тағала мәңгі тозақ отында қалдырады. Бұған байланысты Құранда былай делінген: «Инна Аллаха ла яғфиру ан юшрака бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша». Шынында да Алла оған серік қосқанды кешірмейді, ал одан өзгесін қалағанына кешіреді. Ниса сүресі 48 аят. Осы 3 шартты ұстанған адамды, инша Алла, құдіретті Алла оның күнәларын кешіріп, жақтасқандардың тілегін қабыл етіп жарылқайды. Сол себептен де шапағатты ешқашан өлген адамнан, тірі адамнан да сұрамайды. Шапағатты, несібені, денсаулықты, бала беруді Алладан сұрағандай сұрайды. Ислам дінінде пайғамбардан, әулиелерден, құрметті адамдардан шапағат сұрауға тыйым салынған. Өйткені олар біз бен сіз сияқты жаратылған пенделер. Кімде-кім қайтыс болған пайғамбарымыздан немесе басқалардан: «Я Мұхаммед пайғамбар, пәленше әулие, сенің шапағатыңды сұраймын, маған қиямет күні болыс» деп жалбарынса, күнәға батады. Себебі Құранда Алла Тағала былай деп айтқан: «Құл лиллахи шафаату жамиа». Айт, барлық шапағат Аллада. Зумар сүресі 44 аят. Алла Тағала бұл аятта барлық шапағатты беретін өзі ғана екенін басып айтты. Ешбір пенде өздігінен жақтаса алмайды. Бұл аятты тағы бір мәрте тыңдаңыз. Айт, барлық шапағат Аллада. Мұсылман адам әрдайым: «Я Алла, мені кешіре көр, мені пайғамбар Мұхаммед жақтасатын адамдардың қатарына кіргізе көр. Мұхаммед пайғамбарымыздың шапағат болуысының үлесін маған несібе еткей» деген дұғалармен Алладан тікелей сұрайды. Ал енді хабарымыздың соңында ұлық Алла Тағаладан халқымызға, патшамызға иман мен тақуалық, елімізге тыныштық пен береке, істерімізде сәттілік пен табыс сыйлауын, жаман адасу жолдан, қабір азабынан, қиямет күні тозақ отынан сақтап қалуын жалбарына сұраймыз. Әрі қиямет күні бәріміздің жүздерімізді нұрға бөлеп, мәңгі жұмақ бақтарына кіргізуін сұраймыз. Әмин.
من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Құрметті радио тыңдаушылар, алдыңғы жұмада шапағаттың түрлерін баяндаған болатынбыз. Бүгінгі сөзімізді қиямет күні болатын ең үлкен шапағатқа арнаймыз. Пайғамбарымыздың бұл жайындағы ұзын хадисін Әл-Бухари мен Муслим жеткізген. Сол хадиске көңіл бөліп тыңдайық. Сахаба Абу Хурайра бұлай деген: біз Алланың елшісімен бірге қонаққа шақырылған болатынбыз. Оған жауырын берілді. Ол бұны ұнататын. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жауырынды тістеп бұлай деді: мен қиямет күні адамдардың тақсыры боламын. Оның неліктен екендігін білемісіңдер? Алла біріншілер мен ақырғыларды бір кеңістікте жинайды. Оларға назарын аударған олардың бәрін көре алады. Ал үндеуші бәрін естірте алады. Оларға күн жақындай түседі. Адамдардың қайғысы мен мұңы жеткені соншама, олардың оған шамалары келмейді, әрі төзуге шарқы жетпейді. Сонда адамдар бір-біріне: сендер қандай жағдайда екендеріңді көрмей тұрсыңдар ма? Сендер неге душар болдыңдар? Сендер өздерің үшін Алланың алдында жақтасатын біреуді қарастырмайсыңдар ма? Адамдардың бір бөлігі екіншісіне: аталарын адам деп айтады. Олар оның алдына келіп: «Я адам, сен адамзаттың атасысың. Алла сені өз қолымен жаратқан. Сенің ішіңе өз рухынан үрлеген болатын. Періштелерге әмір еткенде олар саған сәжде етті. Ол сені жұмақта тұрғызды. Сен біз үшін Тәңіріңнің алдында жақтаспайсың ба? Біз қандай күйде екенімізді, әрі біз неге душар болғанымызды көрмей тұрсың ба?» деп айтады. Адам ата сонда: рас, менің Тәңірім бүгін бұрын ашуланбаған ашумен ашуланды, әрі бұдан кейін ондай ашумен ашуланбайды. Рас, ол мені ағаштан тыйған еді, ал мен болсам тілін алмадым. Мен өзім, яғни өзімді құтқаруым қажет. Сендер басқа біреуге барыңдар, Нұхқа барыңдар деп айтады. Олар Нұх пайғамбарға келіп былай дер: «Я Нұх, сен жер тұрғындарына жіберілген біріншісі елшісің. Алла сені қайырымды құл деп атаған. Біз қандай күйде екенімізді, біз неге душар болғанымызды көрмей тұрсың ба? Сен біз үшін Тәңіріңнің алдында жақтаспайсың ба?» Сонда ол: рас, менің Тәңірім бүгін бұрын ашуланбаған ашумен ашуланды, әрі бұдан кейін ондай ашумен ашуланбайды. Рас, менің бір дұғам бар еді. Мен оны өз қауымыма қарсы тіледім. Мен өзім, яғни өзімді құтқаруым қажет. Сендер басқа біреуге барыңдар, Ибрахимге барыңдар. Олар Ибрахим пайғамбарға келеді де былай дейді: «Я Ибрахим, сен Алланың елшісің, әрі жер тұрғындарынан оның ең сүйіктісің. Біз үшін Тәңіріңнің алдында шапағат қылғын. Біз қандай күйде екенімізді
көрмей тұрсың ба? Ибрахим оларға: рас, менің тәңірім бүгін бұрын ашуланбаған ашумен ашуланды, әрі бұдан кейін ондай ашумен ашуланбайды. Рас, мен 3 рет өтірік айтқанмын. Мен өзім. Сендер басқа біреуге барыңдар, Мұсаға барыңдар деп айтады. Олар Мұса пайғамбарға келіп былай дер: я Мұса, сен Алланың елшісің. Алла сені өз елшілігімен адамдардан артық сені қошаметтеді, сенімен сөйлесті. Біз үшін Тәңіріңнің алдында шапағат қылғын. Біз қандай күйде екенімізді көрмей тұрсың ба? Сонда Мұса былай дер: рас, менің Тәңірім бүгін бұрын ашуланбаған ашумен ашуланды, әрі бұдан кейін ондай ашумен ашуланбайды. Рас, мен біреуді өлтіргенмін, ал маған оны өлтіруге әмір етілмеген. Мен өзім. Сендер басқа біреуге барыңдар, Исаға барыңдар. Олар Иса пайғамбарға келіп былай деп айтады: я Иса, сен Алланың елшісің, әрі оның сөзісің, яғни Алла Исаны бұл сөзімен болдырған. Ол оны Мариямға түсірген, және оның тарапынан бол деп жаратылған рухсың. Сен адамдарға бесігіңде тіл қатқансың. Біз үшін Тәңіріңнің алдында шапағат қылғын. Біз қандай күйде екенімізді көрмей тұрсың ба? Сонда Иса: рас, менің Тәңірім бүгін бұрын ашуланбаған ашумен ашуланды, әрі бұдан кейін ондай ашумен ашуланбайды. Ол ешбір күнәні еске алмады. Мен өзім. Сендер басқа біреуге барыңдар. Сендер Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға барыңдар деп жауап қайтарады. Адамдар маған келіп былай деп айтады: я Мұхаммед, сен Алланың елшісің, пайғамбарлардың мөрісің. Алла саған өткен күнәларың мен кейінгі күнәларыңды кешірген еді. Біз үшін Тәңіріңнің алдында шапағат қылғын. Біз қандай күйде екенімізді көрмей тұрсың ба? Сонда мен шығамын да тақтың астына келіп Тәңіріме сәждеге құлаймын. Содан соң Алла маған өзінің мақтаулы сипаттары мен көрікті мадағынан менен бұрын ешкімге ашпаған нәрсесін ашады. Содан соң былай делінеді: басыңды көтер, айт, сөзің тыңдалады, сұра, сұрауың беріледі, шапағат ет, шапағатың қабыл болады. Мен сонда: менің үмметім, я Тәңірім, менің үмметім, я Тәңірім деп айтамын. Міне, осылайша бүкіл адамзат қиямет күні қайта тірілген кезде оларды қайғы мен мұң алады. Сол күні үстеріндегі ыстық күн жерге жақындай түседі. Адамдардың мазасы шығып, өздеріне жақтасатын адамды іздестіреді. Бұл күннің қаншалықты қорқынышты, үрейлі екендігін пайғамбарлардың жеке бастарын ғана ойлауларынан, олардың жақтасып болысудан бас тартуларынан байқалады. Бұл күні кәпірлер мен Алланы мойындамағандар, зұлымдық істегендердің барлығы бір кеңістікте жиналады. Құдіретті Алла бұл күні қатты ашумен ашуланады. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар бола тұра бірден шапағат етуге кірісіп кетпейді. Керісінше, алдымен басын сәждеге иеді. Ал шапағат етуді тек Алланың рұқсатынан кейін ғана бастайды. Кейбір бауырларымыз шапағаттың мән мағынасы неде деп сұрақ қоюы мүмкін. Шапағаттың мәні Алла тағала өзінің ризалығын ізденетіндерге шарапатын төгіп, оларды шапағат етуге рұқсат еткен адамның тілек сұрауы арқылы сол адамның құрметіне күнәларын кешіреді. Ал шапағат етуге жеткен адам Алланың қошаметті құлдарының қатарында. Ал енді хабарымыздың соңында ұлық Алла тағаладан халқымызға, патшамызға иман мен тақуалық, елімізге тыныштық пен береке, істерімізде сәттілік пен табыс сыйлауын, жаман, адасу жолдан, қабір азабынан, қиямет күні тозақ отынан сақтап қалуын жалбарына сұраймыз. Әрі қиямет күні бәріміздің жүздерімізді нұрға бөлеп, мәңгі жұмақ бақтарына кіргізуін сұраймыз. Әмин.
ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qımbatlı radyo tыңдаушылар. Алдыңғы апталарда қиямет күні есепке тартылу күні екендігі туралы айтқан болатынбыз. Сол күні адамның жанын түршіктіретін ірі оқиғалар болады. Олар әр адамға істері жазылған кітабының берілуі, істерінің таразыда тартылуы, періштелердің тозақ отын сүйреп әкелуі, тозақтың үстімен жүргізілген сырат көпірден өтуі. Бүкіл адамзат қайта тіріліп, жер бетіне жиналғаннан кейін әр адамның дүниедегі істері жазылған кітап қалпында тарқатылады. Бұл кітаптар әр адамға әр жақтан беріледі. Кейбіреулеріне алдынан келіп, оң қолына тапсырылады. Басқаларға артынан келіп, сол қолына қойылады. Кітап оң қолына берілсе, бұл жақсылықтың белгісі, жақсы істері көп болғаны. Ондай адам қуанышқа бөленеді. Ал кітап қиямет күні сол қолға берілсе, бұл жамандықтың белгісі, жаман істерінің көп болғанын көрсетеді. Ондай адамды қайғы алып, кітаптың берілмегенін қалайды. Бұл ұлы көрініс жайлы қасиетті Құранның келесі аяттарында айтылған. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. Сонда кімнің кітабы оңынан берілсе, ол алыңдар, менің кітабымды оқыңдар дейді. Расында мен осы есепке кездесетінімді ойлап едім. Сонда ол риза тіршілікте, жоғарғы жұмақтың ішінде. Ал енді кімде-кімнің кітабы солынан берілсе, ол егер маған кітабым берілмегенде ғой, дейді. Есебімнің не екенін білмесем ғой. Хаққа сүресі 19-26 аяттар. Үкім шығарылатын бұл күнде иманды адамдарды құдіретті Алла жарылқап, өзінің қалауымен көп күнәларын кешіреді. Құдіретті Алла әрбір адамды жеке шақырып, сұрау есепке тартады. Бұл жайлы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұлай деген еді: сендердің әр қайсыларың құдіретті Алламен араларында аудармашы болмай сөйлеседі. Сол кезде пенде өзінің оң жағына қараған болса, істеген істерін көреді. Сол жағына қараса, істегендерін көреді. Ал алдына қарағанда, бетіне қарама қарсы тозақ отын көреді. Сондықтан да жарты кесім құрмамен, не жағымды сөзбен болсын, тозақ отынан сақтаныңдар. Хадисті Аль-Бухари мен Муслим жеткізген. Осылайша құдіретті Алла әрбір адамды жеке шақырып онымен сөйлеседі. Ал оның екі жағынан істеген істерінің тұруы олардың маңыздылығын көрсетеді. Сол себептен де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тозақ отынан ең болмаса
жарты құрманы садақа ретінде беріп, немесе жақсы сөз айтып, сақтануды өсиеттеді. Адам баласы бұл өмірде саусағының ұшын отқа күйдіруді қаламайды, ал тозақтың лапылдаған сан мәрте ыстық отына бүкіл денесімен кіруді кім қалайды екен? Алла тағала қиямет күні адамдардың істерін өлшейтін таразыны орнатады. Бұл таразының екі табағы бар. Бұл таразы адамдардың істерін өлшейді. Бір жағы иманды, жақсы істерге арналған, екінші жағына күнәлі істер тартылады. Бұл таразы кішкентай түйірдің мөлшеріндегі істерді кемсітпей өлшейді. Осы жайында құдіретті Алла былай деп айтқан: وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Біз туралық таразыны қиямет күніне арнап қоямыз. Ешкім ешбір зұлымдық көрмейді. Қышаның ұрығының салмағындай түйір болса да, біз оны әкелеміз. Біз есептеуші ретінде жеткіліктіміз. Анбия сүресі 47 аят. Алла тағала әр адамның ісін сол таразы арқылы өлшеген кезде, әр адам тек өзінің жеке басын ойлайды. Таразы жеңіл тарта ма, әлде ауырлай ма? Әрбір мұсылман адам Алла тағала оны әрдайым үстінен бақылап, әр ісін көретінін, ал қиямет күні сұрауға тартатынын ұмытпағаны жөн. Егер де мұсылман адам осы халде болса, онда бұзақы іс пен дөрекі, жаман сөздерді айтудан тыйылады. Шынайы мұсылман адам ешқашан біреудің ақысын жемейді, біреудің мал мүлкісіне, ар намысына тимейді. Егер адам иманды болса, біреуге зардап көрсетсе, ренжітсе, біріншіден Алланың алдында тәубесіне келеді. Екіншіден, ренжіткен адамдардан кешірім сұрап, зұлымдықпен алғанын қайтарып беруге тырысады. Әйтпесе, құдіретті Алла қиямет күні оның бұл дүниедегі күнәлі істерінің сазайының басқа түрде қайтарады. Қиямет күні зұлымдық істеген адам зұлымдығының құнын есімен, өзінің жақсы істерінің сауабымен есептеседі. Бұл жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтқан: сендер шығынға ұшырағанның кім екендігін білесіңдер ме? Сахабалар: біздің арамызда тиын тебенсіз адам, ол дирхамы жоқ, зат мүлкі жоқ біреу деді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: менің үмметімде тиын тебенсіз адам, ол қиямет күні намаз, ораза, зекетпен келіп, бірақ та біреуді сөккен, біреуге жаман ат таққан, біреудің мал мүлкін жеген, біреудің қанын төккен, біреуді ұрған болмақ. Сонда сол біреуге оның сауаптарының бір мөлшері беріледі, анау біреуге де оның сауабынан беріледі. Ал егер де сауабы оның мойнындағы міндеттерін бітірмей жатып таусылса, онда аналардың күнәлары алынып, оған тасталады. Содан соң өзі де тозақ отына тасталады. Хадисті Муслим жеткізген. Қымбатты мұсылман жамағаты, неден қайтпай тұрғанда, періштелер жазып тұрған кітабыңызды реттеңіз. Қиын қыстау күні қойылатын таразыны ізгі істеріңізбен толтыруға асығыңыздар. Адамдардың құқықтарына қысымшылық көрсетпеңіздер. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. بسم الله الرحمن الرحيم. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Келешекте бәріміз куә болатын қиямет күні өте сұрапыл күн. Адамдар есепке шақырылған күні әр адам өзінің тозақ отынан аман қалғанын қалайды. Бұл күні әр пенде өзінің істегені үшін жауап береді. Біреу-біреуді қолдап жазадан құтқара алмайды. Алла
күнәларын кешірмеген пенделер мен кәпірлер тозақ отының қорқынышты түрін үрейін көрген кезде ең жақын, ең қымбат адамдарымен өздерін азаптан өтеп алуды аңсап тұрады. Өздерін тозақ отынан құтқару үшін бала шағасын, әйел жолдасын, бауырын, жан ұясын құрбандыққа тозақ отына беруге әзір болады. Оған қоса бүкіл адамзатты өзін өтеп алу үшін пида қылуды қалайды. Бірақ құдіретті Алла әділ болғандықтан ешкімге зұлымдық істемейді. Қасиетті Құранда бұл жағдай жайлы былай деп айтылған: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. Қылмыскер сол күнгі азаптан өз ұл балаларымен, жолдасымен, ағасымен және пана берген әулетімен, жердегі барша адамдармен өтелуді, содан соң өзін құтқарып алуды қалайды. Мағариж сүресі 11-14 аяттар. Қиямет күні Алла Тағала адамдарды есепке тартқан кезде ең бірінші олардың арасындағы дүниеде бір-біріне көрсеткен зұлымдықтарын әділдікпен шешеді. Соның ішінде ең бірінші болып қан мәселесінен бастайды. Яғни неде біреу-біреуді зұлымдықпен өлтірсе, соның жазасын бірінші береді. Бұған байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтқан: адамдардың арасында бірінші болып қан үшін тергеуге алынады. Хадисті Әл-Бухари мен Муслим жеткізген. Ал құдіретті Алла Тағала адамды істеген істері үшін есепке алған кезде 5 намаздан бастайды. Бұл жайында Алланың елшісі былай деп айтқан: қиямет күні құл өз істерінен бірінші болып намазы жөнінен есепке тартылады. Егер намазы жарамды болса, онда жетістік пен табысқа жетеді. Ал егер жарамсыз болса, жетістікке жетпей шығынға ұшырайды. Ал егер де парыз намазынан кемшіліктері болса, онда құдіретті ұлық Тәңір: қараңдаршы, менің құлымның парыз кемшіліктерінің орнын толтыратын өз еркімен істеген қосымша ғибадаттары бар ма екен деп айтады. Содан соң бүкіл істері осыған байланысты болады. Хадисті Ат-Тирмизи мен Абу Дауд жеткізген. Анық күнәларды істеп, тәубесіне келмеген адамдар қиямет күні қатты жаза тартуы мүмкін. Бұған мысал ретінде келесі хадисті келтіруге болады. 3 түрлі адам жұмаққа кіре алмайды: шараптыққа ұрынған мас күнем, сиқырға сенген және туыстық қарым-қатынасты үзген адам. Хадисті Ахмад жеткізген. Қадірменді мұсылман жамағаты, күнә істеуден тыйылайық. Барша адамзат сол күні сұрауға тартылғаннан кейін тозақтың үстімен тартылған көпірден өтуге жүктеледі. Бұл көпірдің үстімен өте алған адамдар жұмаққа кіреді, ал өте алмаған адамдар тозақ отына құлайды. Әрине, бұл көріністе бүкіл денені тітіркендіреді. Әр адам өзінің оттың үстімен өтетін ұзын көпірдің бір шетінде тұрғандығын елестетсе, жанын қобалжу, қорқыныш алады. Бірақ та біздің әр қайсымыз Сырат көпірден өтуге жүктелеміз. Сырат көпірінің тағы бір ерекшелігі, оның екі жағында ілгек қармақтардың орналасқандығы. Олар имансыз кәпірлерді, Алла әмір еткен адамдарды іліп, тозаққа сүйреп әкетіп тұрады. Сырат көпірі шаштан жіңішке, қылыштан өткір. Сол кезеңде пайғамбарымыз да өз үмметі үшін қобалжиды және келесі сөздермен Аллаға жалбарынып тұрады. Оның сөзі: «Я Раббым, аман қалдыр, болмақ». Иманды адам дүниеде істеген ізгі істері Сырат көпірден өту жылдамдығына әсерін тигізеді. Жақсы істері көп болған сайын өту жылдамдығы да көбейе береді. Кейбір иманды пенделер найзағайдың жалт еткендей тез өтеді. Біреулер жел сияқты көпірдің бір шетінен екінші шетіне өтеді. Біреулер
ұшып бара жатқан құстың жылдамдығымен көпірдің үстімен өтіп кетеді. Иманды істері азайған сайын жылдамдық та азая түспек. Кейбір пенделер сырат көпірді іштерімен жорғалап өтуге ғана шамасы жетеді. Қиямет күні болатын осы көрініс жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұлай деген болатын: сендердің біріншілерің найзағайдай өтеді. Сонда бір сахаба: қалайша найзағайдай деп сұрайды. Пайғамбар: сендер найзағайды көрмеп пе едіңдер? Ол қалайша көзді ашып жұмғанша келіп кері қайтатынын. Содан кейін желдің өтуімен, содан кейін құстың өтуімен. Сендердің пайғамбарларың көпірде тұрып: я Раббым, аман қалдыр деп айтады. Құлдардың іс-ғамалдары әлсірей бастаған соншама бір ер адам тек жорғалап қана өтеді. Сырат көпірдің екі жағында ілулі тұрған ілгек қармақтар бар. Оларға ұсталатындарды ұстап алуға әмір етілген. Тырналып өткендер құтылады, ал іліп әкетілгендер тозақ отында. Хадисті Муслим жеткізген. Басқа хадис сөзінде Сырат көпір жайында ол бұлай деп айтқан: қиямет күні көпір әкелінеді, оны тозақтың екі қырының арасына орнатады. Сахабалар: я Алланың елшісі, бұл не көпір деп сұрайды. Пайғамбар: тайғанақ, сырғанақ орын, оның үстінде ілгектер мен қармақтар, майысқан тікенек бар. Ол нәж жерінде өседі, оны суғадан деп атайды. Олардың үстімен иманды адам көзді ашып жұмғандай, найзағайдай, желдей, жылқылардың тұлпарларындай өтеді. Аман қалғаны құтылады, тырналып кеткені құтылады, ал жығылып, ілініп әкетілген тозақ отында. Хадисті Әл-Бухари мен Муслим жеткізген. Ал енді хабарымыздың соңында Ұлық Алла Тағаладан бәрімізді осы қыл көпірден аман есен өткізуін тілейміз. Және халқымызға, патшамызға иман мен тақуалық, елімізге тыныштық пен береке, істерімізде сәттілік пен табыс сыйлауын, жаман, адасу жолдан, қабір азабынан, қиямет күні тозақ отынан сақтап қалуын, қиямет күні бәріміздің жүздерімізді нұрға бөлеп, мәңгі жұмақ бақтарына кіргізуін сұраймыз. Әмин. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Өткен жұмада қиямет күні болатын маңызды көріністердің бірін тілге алған болатынбыз. Рас, адамдардың Сырат көпірдің үстінен өтулері ұлық уақиға болып табылады. Құдіретті Алла рақымды, мейірімділік сипаттарға ие. Сонымен қатар қиынайтын азабы да сұрапыл. Бұл азап кәпірлерге, Алладан басқаларды Құдай дәрежесіне көтеріп, сыйынатындарға дайырланған. Бұған қоса, мұсылмандардың арасынан үлкен күнә істеп, Алланың азабына лайық болғандар да бастапқы кезін тозақ отында азапта өткізеді. Сол себептен де әрбір мұсылман адам бұл дүниеде күнәдан тыйылып, тәубесіне оралуы міндетті. Мұсылман адам бір жақсы іс істейтін болса, тек Алланың ризашылығы мен сауабын алу мақсатында істейді. Иманды іс орындаса, біреуге көмектессе, еш уақытта адамдардан алғыс алуды күтпейді. Өкінішке орай, кейбір мұсылман бауырларымыз, мешіттегі имамдарымыз осы ережені естен шығарып, дүниеге әлек болып,
дінді кәсіпке айналдыратындары бар. Халық арасында діни адамдар мен имамдарға қатысты наразылықты жиі естуге болады. Халықтың аузынан имамдар жаназаны шығару үшін белгілі ақы құнын тағайындайды. Ақша бермесе, теріс айналып кетеді. Құран оқыса, қолын жайып ақша сұрайды. Бір сөзбен айтқанда, дінді саудаға айналдырады. Расында, дініміздің барлық рәсімдері негізінен тегін істеледі. Шынайы мұсылман адам ізгі істерімен тек Алланың сауабын, жұмақ бақтарына кіруді аңсайды. Имам мұсылмандарды басқаратын адам болғандықтан, халыққа барлық тараптан үлгі көрсетуі міндетті. Иман мен шындықты, тақуалық пен белсенділікті, білім мен еңбекқорлықты, сабырлық пен даналық, барша жақсы қасиетті иман бойына сіңіре білу керек. Иманды адам көрер көзге істеуден, дүниеге ие болу мақсатында діни ғамалдарды істеуден сақтық танытады. Жүрегі әрдайым адамдардың мақтауларынан алшақ болғанын қалайды. Өйткені қиямет күні дінді дүниелік нәрсеге сатқандар тозақ отына бірінші болып тасталатынын біледі. Тозақ отына 3 түрлі адамдар оның отын лапылдатады. Бұл тақырыпта айтылған хадисті еске түсірейік. Суфай ибн Матиғ әл-Асбахи келесі уақиғаның куәсі болған. Бірде ол Медина қаласына кіргенде бір ер адамның маңында адамдар жиналып қалғандығын көреді. Ол, бұл кім деп сұрайды. Оған, бұл Абу Хурайра деп айтады. Ол, мен оған жақындадым да, оған қарама қарсы жақта отырдым. Ол болса, адамдарға әңгіме айтып жатыр еді деді. Ал сөзін бітіріп, жеке өзі қалғанда, мен оған, шындық үшін сеннен өтінем, маған Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассаламнан естіген хадисті әңгімлеп бергін. Мен оны ақылыма салып, іске асырамын дедім. Абу Хурайра, мейлі, мен саған Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам мына үйде маған әңгімелеген хадисін айтайын. Оның ішінде мен және одан басқа ешкім болмаған еді, деді. Содан соң Абу Хурайра қатты күрсінгені соншама, ол тала жаздады. Есін жинағаннан кейін былай деді. Мен саған Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам мына үйде маған әңгімелеген хадисін айтайын. Оның ішінде мен және одан басқа ешкім болмаған еді. Содан соң Абу Хурайра қайтадан қатты күрсінді де еңкейіп бетіне жығылды және осы халде ұзақ болды. Өзіне өзі келгеннен кейін былай деді. Маған Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай деп әңгімелеген еді. Расында, тәбәрак Алла тағала қиямет күні болса, қайта тірілген жерге жаратылыстардың арасында үкім шығару үшін түседі. Әр үммет тізе бүккен халде. Сол кезде ол бірінші етіп Құранды қамтыған, яғни жатқа білген адамды, Алла жолында өлтірілген адам мен мал мүлкі көп болған адамды шақырады. Тәбәрак Алла тағала Құранды білген адамға, мен сені елшіме түсіргенге үйретпеп пе едім, деп айтады. Ол әрине Тәңірім деп жауап қайтарады. Алла, менің үйреткенімді не нәрсеге атқардың деп сұрайды. Ол, мен түн бойы және күндіз уақытында тұратынмын, яғни сыйынып тұратынмын деп айтады. Алла оған, сен өтірік айттың деп айтады. Періштелер де оған, сен өтірік айттың деп айтады. Алла оған былай дер, сен пәленше адам қари, Құранды біледі деп айтылуды қалаған едің, және бұлайша айтылып кетті. Мал мүлікке ие болған адамды әкеледі. Оған Алла, мен саған байлықты ешкімге мұқтаж болмағанға дейін бермеп пе едім деп сұрайды. Ол адам, әрине Тәңірім деп жауап қайтарады. Алла, берген нәрсемен не істедің деп сұрайды. Ол, мен туыстық қарым қатынасты байланыстыратынмын және садақа беретін едім деп жауап қайтарады. Алла оған, сен өтірік айттың деп айтады. Періштелер де оған, сен өтірік айттың деп айтады. Алла оған былай дер, бірақ сен пәленше адам кең пейілді деп айтылуды қалаған едің.
ал бұл айтылып кетті. Және Алла жолында өлтірілген адамды әкеледі. Оған не үшін өлтірілдің деп айтылады. Ол болса, маған сенің жолыңда джихад істеу әмір етілді. Сондықтан мен өлім келгенге дейін сенің жолыңда шайқастым. Алла оған сен өтірік айттың деп айтады. Періштелер де оған сен өтірік айттың деп айтады. Алла оған бұлай дер, бірақ сен пәленше адам ер жүрек деп айтылуды қалаған едің, ал бұл айтылып кетті. Содан кейін Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам менің, яғни Абу Хурайраның тізесінен соғып: «Я Абу Хурайра, қиямет күні сол үшеуі тозақ отын лаулататын Алланың бірінші жаратылыстары» деді. Хадисті Ибн Хузейма жеткізген. Бұл адамдарға қандай өкініш десеңдерші, дүниеде көзге жақсы болып көрінген әрекеттері қиямет күні ешбір пайдасын бермеді. Өйткені олардың ниеттері адамдардың тарапынан мақтау, даңққа ие болуды қалаған. Міне сондықтан да кез келген адам бір іс істесе, тек Алланың ризашылығын ізденуі қажет. Кезінде құрметті сахаба Мағауия осы хадисті естігенде қорқыныш алып қатты зарлап жылаған. Бұл әңгімеге көңіл бөлейік. Мағауияға бір кісі кіріп, Абу Хурайрадан естіген хадисін әңгімелеп береді. Сонда Мағауия: «Алла бұлармен солай істеген болса, ал басқа адамдармен не болмақ?» деді де, содан соң қатты жылап қоя берді. Мағауияның маңындағы адамдар: «Біз ол осыдан не салар деп те ойладық. Сол себептен бұлай дедік, бұл кісі пәле кесір әкелді». Мағауия өз-өзіне келген соң бетін сүртіп: «Алла мен оның елшісі шындық айтқан» деді. Бұл сөздерді Ибн Хузейма жеткізген. Міне осылайша ең ардақты, ең беделді, ең тақуа адамдар, сахабалар әр қайсымызға өнеге. Олар хадистерді еске түсірсе, тұла бойын қорқыныш алатын. Біз де өз кемшіліктерімізді, ниетімізді әрдайым түзетіп, мақтау мен кеуде ұрудан сақтанғанымыз жөн. Ал енді хабарымыздың соңында ұлық Алла Тағаладан халқымызға, патшамызға иман мен тақуалық, елімізге тыныштық пен береке, істерімізде сәттілік пен табыс сыйлауын, жаман адасу жолдан, қабір азабынан, қиямет күні тозақ отынан сақтап қалуын, қиямет күні бәріміздің жүздерімізді нұрға бөлеп, мәңгі жұмақ бақтарына кіргізуін сұраймыз. Әмин. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد